Саламатсыздар ма балалар? Үшінші сабақ. Сабақтың тақырыбы кәсіпкерлік, табыс көзі. Сабақтың мақсаты ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндердің құрылымы мен рәсімделуін білу, жанрлық және тілдік ерекшеліктерін анықтау. Жаңа сөздер: жеке меншік, частная собственность, өзгермелі орта, переменчивая среда, сын көзбен қарау, критиковать, кәсіпкерлік, предпринимательство, айналым, оборот, тапсырыс, заказ. 12-ші бет, 4-ші тапсырма. Мәтінді оқы, тыңда. Нарықтық экономиканың өзгермелі өмір жағдайында өндірістік немесе басқа да іспен айналысатын кез келген кәсіпорынды кәсіпкер ұйым деп атаймыз. Кәсіпкер жеке меншік иесі ретінде экономикаға жаңалық енгізетін, жаңа тәсілді қолданатын субъект. Кәсіпкер ұғымы кәсіпкерлік іс ұғымымен қатар жүреді. Кәсіпкерлік іс өндіріс, қызмет көрсету, тапсырыс орындау сияқты шаруашылық және басқа да істе пайда түсіру мақсатымен жеке адамдардың кәсіп орындарда немесе ұйымдарда заң аясында жүзеге асыратын ісі. Жеке адамда әріптестер бірлестігі де кәсіпкерлік субъектілері бола алады. Кәсіпкерлік істің субъектісі ретінде жеке адам, жеке немесе отбасылық кәсіпорындарды ұйымдастыру арқылы әрекет етеді. Мұндай кәсіпкерлер өз еңбегінің айналымымен ғана шектеледі. Кәсіпкерліктің негізгі мақсаты пайда табу. Бірақ жетілген нарықтық қатынастар жоғарыда айтылған екі мақсаттың үйлесімді болуын талап етеді. Әрине, бизнес кәсіпкерлердің экономика саласындағы еңбегі, олардың ауқымды пайда табу мүмкіндігі. Сонымен қатар, нарықтық экономика жағдайындағы бизнестің дамуы тұтыну нарығының тауар мен қызмет түрлеріне, оның толығуына әсер етеді. Экономиканың құрылымдық дамуын жандандырады. Ғылыми техникалық жетістіктердің енгізілуіне себепші болады. Өндіріс тиімділігінің жоғарылауына ықпал етеді. Кәсіпорын құрмас бұрын кез келген кәсіпкерлердің тобының нақты белгіленген мақсаты болуы керек. Бұл мақсат олардың өз өніміне ұсынатын қызмет түріне қалыпты тапсырысқа сүйенуі керек. Шығарылатын өнім немесе көрсетілетін қызмет қажет материалдың ресурстармен қамтамасыз етілуі керек. Жаңа істі бастаған кезде кәсіпкер өз капиталының үздіксіз толықтырылуын ойластырғаны жөн. Міне, осы мәселелер негізгі құжат кәсіпкерлік бизнес жоспарда нақты әрі толық көрсетілуі тиіс. Мәтін бойынша тапсырма. Бірінші, оқылған мәтіннің ретімен 5 сұрақ дайында. Екінші, қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын анықта. Оқылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі, ұпайлар саны көрсетілген. Мәтінді түсініп оқиды. 1 ұпай. Қою қаріппен жазылған сөздердің мағынасын анықтайды. 2 ұпай. Сұрақтар дайындайды. 2 ұпай. Мәтінді оқу барысында орфографиялық нормаларды сақтайды. 1 ұпай. Келесі тапсырма 12-ші бет, 3-ші тапсырма. Жазылым. Вен диаграммасын толтыр. Жазылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Бірінші, кәсіп пен мамандықтың ұқсастықтарын анықтайды. 1 ұпай. Кәсіп пен мамандықтың айырмашылықтарын анықтайды. 1 ұпай.
Жаңа сөздерді пайдаланады. 1 ұпай. Жазу сауаттылығын сақтайды. 1 ұпай. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.